Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен өте жұмсақ болып шығатын 7 шелпектің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен сүтіміз бен суымызды ысытып аламыз. Ыстық 250 грамм сүт, 500 грамм салқын су, 250 грамм ыстық суды құйып аламыз. Сосын қантымызды, сұйық майымызды және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сосын ашытқымызды салып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымды илеп болдым. Осындай жұмсақ болуы қажет. Енді 1-2 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Қамырым көтеріліп шықты. Осыдан керегінше 7 бөлікке бөліп, қамырымызды алып, домалақ етіп жасап аламыз. Достар, бұл қамырдан бауырсақ жасасаңыздар да болады. Мен керегінше қамырды алдым. 7 нанға, қалғанын бауырсаққа қалдырып қойдым. Осылайынан домалақ етіп жасап шығасыздар. Сонда бір тегіс әдемі болып шығады. Сосын тағы 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минуттың ішінде осындай әдемі болып көтеріліп шығады. Сосын қамырымызды ұнға батырып, малып алып, қамырымызды жайып шығамыз. Достар, қамырымыздың қалыңдығы осындай 5 мм болу қажет. Енді қызып тұрған майымызға айналдырып, екі бетін аударып, жақсылап сарғыштау етіп пісіріп аламыз. Сарғыштау етіп пісіріп алдым. Мінекей менің шелпектерім дайын. Ұзақ уақытқа дейін жұмсақ болып тұрады. Менің рецептіммен жасап жатсаңыздар, ас болсын достар. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.